бас бері. Осы түні таңға дейін көз ілмесең, ертең екі қызды өзіңмен бірге ертіп әкетесің. Ал ұйықтап кетсең, бізді мәңгі бақи көрмейтін боласың. Шартымыз осы, деді. Сол түні қаншама ұйықтамауға тырысып бақсам да, екі қыз сергітпек болып, мені кезек-кезек қытықтаса да, таң қылаң бергенде ұйқы дұшпан қатты қысып, көзім бір ғана сәтке ілініп кетіпті. Көзімді ашқанымда, үстімдегі үйде, қасымдағы екі қызда зым-зия жоқ болыпты. Содан ақырып орнымнан атып тұрғанымда, астымда қалып қойған көпшікте ұшты-күйлі жоғалды. Екі қыздың өксігі ғана құлағыма келгендей болды. Басымды тауға да, тасқа да ұрып ғайып болған екі қыздың орнын сипап мен қалдым. Ал содан соң қалған ғұмырым тек сол перінің қыздарын аңсауменен өткені имандай шындық. Көкірегім өртеніп, 4 күннен соң ауылға қайтқанымда, үйдегілерден менің жоғалып кеткеніме тура бір айдың жүзі болғанын естідім, деп Темірбек молда әңгімесін аяқтаған екен.